телефонға ойын жасап ақша табуға болады, немесе приложение жасап. Бірақ оны қалай жасауға болады? Қазіргі уақытта, дәл осы 2020 жылы телефонға программа істеудің біраз жолдары бар. Телефонға программа мен ойынның жасалу технологиясы екі түрлі. Оны программалау тілдері арқылы жасайтын болсаңыз, сізге біраз уақыт кетуі мүмкін оны үйрену үшін. Сондықтан соны шешу үшін арнайы осындай сервистер бар. Бұның бірі осындай Guik Ninja App. Бұның қызметі қандай? Сіз бұнымен телефонға ойын жасау үшін ешқандай программалау тілін білуіңіз қажет емес. Жай ғана конструктор арқылы белгілі бір ойындарды жасайсыз, және сол арқылы ақша табуға болады. Бұнымен қанша табуға болады? Ол 0-ден әрі қарай кете береді. Бұнымен қайдан білем енді? Маған мысалға мынадай сұрақ туындайды. Ертай, сен бұны айтып жатсың, ақша табуға болады деп. Ал қайдан білесің, өзің көрдің ба деген секілді. Иә, мен өзім байқап көрдім, бірақ менде көп емес. Мен себебі онлайн конструктор дегенді қатты ұнамайды маған. Себебі бұл жерде шектеулер бар деген секілді. Ол егер программист болсаңыз, оны өзіңіз жақсы түсінесіз. Бірақ бұнымен танымал приложениелер бар. Қазақстанда Жұлдызды тап деген сондай приложение бар. Осыны дәл осы Guik Ninja аппен жасаған. Оны Play Market'тен көргеніңізге мен сенімдімін, сондай қосымшалар бар. Мысалға 4 сурет, бір сөз, одан кейін футболшыны тап, жұлдызды тап, сол сияқты біраз ойындар жасауға болады. Мен бұнымен бір ойындар Play Market'ке салып көрдім, ол жерде скачивание бар, және жарнамалық сервистерге тіркедім, сол жерден де біраз азырақ цент түскен. Яғни бұл жұмыс жасайды деген сөз. Бұнымен қалай ақша табады? Сіз осымен приложение жасайсыз, одан кейін ішіне жарнама қоясыз. Ол жарнамалық сервистердің екеуі бар. Біріншісі AdMob, және екіншісі Facebook Network, Facebook Audience Network. Соның ішінде сіз Facebook'ты қолдана аласыз. Неге? Себебі AdMob ол қазақша приложениелерді қолдамайды. Сіз бұнымен орысша жасайтын болсаңыз, немесе ағылшынша, немесе басқа тілде болса, танымал AdMob сервисі қолдайтын онда болады. Бірақ мен өзім шыны керек, осы кезге дейін 2 жылдан асқан шығар осы AdMobқа тіркелгеніме. Осы кезге дейін қазақшаны қолдамайтын мен білмеді екенмін. Маған жақында ғана бір ескерту келді. Сол кезде білдім. Facebook'қа ғана осындай вариант бар. Енді мына жерде Showcase деген бар. Қандай танымал ойындар бар? Мына жерде мен мысалға мынадай ойын жасаған, 4 сурет, бір сөз. Жалпы мына жерде сценарий бірдей, тек қана ішіндегі футболшыны тап деу мүмкін, жұлдызды тап, көлікті тап, жануарды тап деген секілді сондай ойындар жасайды. Орысша жасасаңыз болады, ағылшынша егер білсеңіз. Қандай артықшылықтар бар, мына жерде міне көрсетілген. Ал енді бұл сервиске қандай пайда бар? Мысалға бізге ақша табуға, приложение жасауға көмектеседі. Бұл сервис қалай жұмыс жасайды? Неге бұл тегін? Бұл сервисте ақылы функциялар бар, премиум деген сияқты, оны тегін алуға да болады. Егер сіз сатып алатын болсаңыз, бұл сервиске пайда, және бұлар осыдан ақша табады. Өзіңіз тіркелсеңіз көресіз. Менде қандай приложение бар? Мен өзімнің аккаунтыма өтіп көрейін. Бұл жерде приложение жасаудың біраз жолдары бар, яғни приложение жасауға арналған шаблондар бар. Сізге қандай ойын жасауға қажет, мысалға. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде ойын жасауға арналған. Бұл ойын жасауға арналған приложение емес. Енді солай да атауға болады, бірақ бұл ойын мен приложениенің айырмашылығы бар. Бұл жерде ойнайсыз. Енді бұл жерде менің жасап көрген приложениелерім бар, мысалға осындай. Одан кейін оны алғаннан кейін, жасап болғаннан кейін Play Market'ке жариялауыңыз қажет. Play Market'ке жариялау үшін разработчик аккаунтын ашасыз, оны активация істеу үшін бір рет қана $25 төлейсіз. Қазіргі курспен ол білмеймін. Өзіңіз есептеп қараңыз, доллардың курсы қанша қараңыз, $25 енді қымбат емес. Мен ашқан кезде доллардың курсы басқаша болды, қазір қымбатта. Ол енді қымбат емес, егер бір жылдың ішінде полный ақтайды. Жай ойын болғанның өзінде, немесе приложение егер дұрыстап істесеңіз әрине. Бір жыл емес, бір ай мүмкін, немесе одан көп. Мына жерде міне көріп отырғандарыңыздай, мына приложениені 21 адам нобидан скачать еткен, және бұл датасымен көрсеңіз болады, қай уақытта деген секілді. Set интервал мына жерде кеше, бүгін, соңғы 30 күн деген секілді. Соңғы 30 күннің ішінде мысалға мына жерде скачивание саны өте аз. Мына жерде мен скачиваниеге мән берген жоқпын, скачивание өте аз, сонда 1 цент түскен міне. Мынаны бүгін ғана көріп тұрмын, бұрын мен ашып көрген жоқ. Себебі менде бұған мен фокус қойған жоқпын, бұл сервис арқылы приложение істеуге. Себебі мен программистпін, мен өзім жасаймын программаларды. Сөзді тап деген бар,
27 адам скачать еткен, мынаны 47 адам скачать еткен, мынаны 17 адам скачать еткен, мынаны 5 адам скачать еткен. Және 96 новый қолданушы бар, және содан 0,1 цент. Енді ол ақшаны қалай аласыз? Бұл AdMob немесе Facebook аудиенсте арнайы выплата жасайтын жер бар. Сол жерге заявка жібересіз, және кейін сіздің банк шотыңызға ақша жібереді. Міне барлық уақыт аралығында қарап отырсақ, маған барлық уақыт емес, міне 2019 жылдың 1-сентябрь дейікші, соңғы бір жылдың ішінде менде 113 скачивание, барлығы 806 скачивание және 20 цент. 20 цент шыны керек бүгін ғана көріп тұрмын мен. Алдында айтқандай, мынаға мен фокус қойып мән беріп атқан жоқпын қатты. Тіпті мына жерде мен обновление жасамағам. Енді бұнымен жасауды бастау үшін create new game дегенді басамыз. Одан кейін осы сізге қандай ойын жасау қажет. Оның біраз нұсқасы бар. Суреттегі кім, мен жасап көргенімде мысалға. Одан кейін осындай құрастыратын емес, мына жерде 1-2 варианттар тұрады, ар жағында примерно не екенін табу керек. Одан кейін 4 сурет, 1 сөз. Find words, сөзді тап. Сөзді тап деген былай жылжытады, бір әріптер тұрады, былай жылжытады, сөзді былай істейді. Мына жерде қазақ тілін қолдайды, бірақ барлығы емес. Мынау мысалы қазақ тілі бар ішінде. Сосын мынада болу керек, өзіңіз қарап көресіз. Мен мынаны жасап көрдім, мынаны жасап көрдім. Енді бұнымен жұмыс жасаймыз. Мысалға find words, use this template. Енді бұл жерде главный экранды атын өзгерте аласыз, шаблондар бар, меню бар, түстерін өзгертесіз. Одан кейін ескерту бар. Жаңа айтқанымдай, мына жерде міне осындай white label деген болады, бір логотип шығып тұрады. Соны жоятын болсаңыз ақша төлейсіз. Бірақ оны тегін алуға болады. Мысалға мына жерде міне ұпай жинайсыз. Сол ұпайды жинаған кезде мынаны тегін алуға болады. Мен өзім бір 4-5 рет, егер қателеспесем, солай алдым. Бұл жерде мына жердегінің барлығы бірдей, тек қана мына контент өзгереді. Жаңағы 4 сурет, 1 сөзді таңдайтын болсаңыз, мына жерге суреттерді жүктейсіз. Адам тап делса, жаңағы суреттегі адам тап, немесе суреттегі зат тап болса, онда суретті жүктейсіз. Ал мына жерде мысалға мынау сөзді тап деген ойын, ол қалай жұмыс жасайды? Мысалға қараңыз. Адам. Мысалға адам емес, ертай. I. Define words дегенді басамыз, осылай белгілейміз. Одан кейін скачать еткен кезде мына жерде көп әріптер тұрады. Ана адам телефон арқылы былай белгілейді. Табатын болса, окей деп келесі деңгейге өтеді. Келесі деңгейде мысалы қиындатсаңыз болады, көбірек осылай сөздер қойып. Контент қоясыз. Мына жерде музыкасы бар. Көрсеңіз болады, жаңағы тәтті болса, немесе ойын аяқталған кезде, одан кейін мына иконкасын көресіз. Примерно қалай қоюға болады. Кәдімгі приложениенің икон. Қосымша баптаулар. Ойыншылардың рейтингі бар. Одан кейін әртүрлі награда, қосымша және ең маңыздысы бәрімізге қызық болуы мүмкін монетизация. AdMob бар, Facebook, AdColony, AdFalcon, Яндекс. Мына жерге мен қуанып тұрғаным, осы Яндекс дегенді қосыпты. Яндексте де Яндекстің жарнамалық сервисімен де мен жұмыс жасап көрдім, ол да нормально. Сіздің приложениеңізді модерацияға жібересіз, тек одан кейін қабылдау керек. Одан кейін Polyfish деген бар. Бұның нақты мен түсінгенім бойынша Polyfishте бір арнайы форма ұсынады, сол бойынша сізге бірдеңе төлейді. Одан кейін Google Play in-app purchase деген бар. Бұл қалай? Мысалға айталық сайтты, жаңа приложение бар, ішінде адамдар сұрақты білмей жатса, білу 1-2 әріпін ашады, немесе подсказка беретін возможность бар. Оны қолдану үшін арнайы балл бар. Ол балл жетпей жатқан жағдайда соны реально ақшаға сатып алу мүмкін. Сондай жағдайда осындай мүмкіндік қоссаңыз болады. Мысалға 5000 балл сатып алыңыз, 5000 мысалға 10.000 теңгеге деген секілді. 10.000 теңгеге сатып алса, сіздің шотыңызға түседі. Бірақ бізде ол модель қатты жұмыс жасайды деп мен ойламаймын. Мен енді ойым ол тексеріп көру керек, қатты сенімді емес. Осылай істейсіз. Одан кейін мына жерде generate game деген батырма активный болады. Одан кейін басты бетке қайтасыз. Дайын болған кезде сіздің электронды поштаңызға хат келеді, дайын болды деп. Одан кейін басты бетке қайтпай жатыр мынау. Одан кейін мына жерде жүктеп алатын батырма тұр. Осымен жүктеп аласыз, немесе мына жерде міне download screenshots деген бар. Осыны жүктеп аласыз. Енді Play Marketке жариялайтын кезде сіз скриншоттарды жүктеуіңіз қажет. Арнайы картинкалар бар, жалпы қай жерге осы жерге осыны жүкте дейді. Соны аласыз, мына жерге ештеңені фотошоппен сызып керек емес, дайын. Әрине иконканы кішкене
былай скачиваниесіне ыңғайлы болу үшін фотошоппен өзгертуге болады, мүмкін. Ал басқа жағдайда бұның бәрін сізге дайындап береді. Просто скачать етіп аласыз, Play Marketке тыға бересіз әрі қарай. Мына жерде мен жұмыс жасап, жаңа көргендеріңіздей, менде 20 цент төлеген. Бірақ ол кімнің скачать еткеніне байланысты, қай елде, Қазақстан мен мысалға Америка қолданушыларынікі бірдей емес. Америкаға әдетте көбірек төлейді. Ресейде болса көбірек, қай елдің экономикасы көп. Мысалға сіздің ойыныңызды жүктеп алатын адам қай елде тұрады? Польшада тұрса, мысалы, көп төлеуі мүмкін. Себебі оның экономикасы салыстырмалы түрде жақсы, мен білуімше. Платежеспособный болса, сол елге көбірек төлейді. Соны ескерсеңіз болады. Енді Play Marketте ойын жасау үшін Қазақстанда тұрсаңыз, именно Қазақстанға ғана емес, мысалға Гондурасқа жасасаңыз болады. Қай мемлекетте осы ойындар доступный болады, соны таңдай аласыз. 200 қанша мемлекет бар әлемде? 230 ба? 230-ның тек қана бір 4-5-інде доступный етіп қоюға болады, немесе тек қана Қазақстанда доступный етіп қоюға болады. Сондықтан ол жағынан ешқандай проблема жоқ. Енді осыған қатысты қандай сізде сұрақ бар? Онда сұрақтар болса, Telegram каналға тіркеліңіз. Сол жерде чат бар, соған жазыңыз. Сол жерде сіздерге жауап береді. Чатта дофига адам бар, немесе мен өзім жауап беремін. Қандай да бір сұрақ болса, сілтеме төменде соған өтіп тіркеліңіз. Және өзіңіздің ойыныңызды жасап көрсеңіз болады. Және бұл жерде танымал, сондай маған ұнаған жері, жақсы ойындар адамды үйретуге арналған, дамытуға арналған деген секілді.